Күн екіндіге ауса да аптапты ыстықтың аптығы әлі басыла қоймаған. Алып отты жер шарын аңдығандай кірпік қақпастан қақшиып тұр. Қара жолдың бойындағы тарыдай шашыраған шағын ауыл момақан кейіпте мүлгіп қалған. Жол шетінде жан-жағына тағатсыздана қараған бойжеткен сағатына көз салды. Уақыт 6-дан асып барады екен. Мұндай кезде уақытта өтіп болмайды. Оның үстіне күнде ерсілі-қарсылы ағылып жататын 4 дөңгелекте көрінбейді. Барлығы да сап тиылғандай жым-жылас. Бұрын бұл жолмен өзбектердің оны-мұны тиеп алып күңіренген дәу мәшинелері дамылсыз ағылып жататын. 1-2 жыл болды. Олар да көзден ұшқандай қарасын батырды. Енді ауыл тұрғындар үшін кім келер екен деп 2 көз 4 болып қара жолдың бойын торуылдап әдетке айналды. Онда да қазіргі шопырлар қалаға дейін ала кет десен әкесінің құнын сұрайды. Сымбат тықыршыды. Уақыт болса зырғып өтіп барады. Сағат 20 минуты кем жеті. Бүгін демалыс. Қалаға барып жуынып шайнық жақсылап демалып, ертең университеттегі сабағына бару керек. Оның үстіне аптаның аяғында Алматы қаласына барып, докторантураға емтихан тапсырмақшы. Қылым жолын қуамын деп жүргенде жасы 30-ға да келіпті. Ең кемі 35 жасқа дейін докторлық диссертациясын қорғап алса, содан соң ерге шығып бұйырса 2 перзент сүйсем деген арманы тағы бар. Көзіне қара жолды қапталдай ұшып келе жатқан жеңіл машина шалынды. Қыз қуанып кетті. Бұйырса бүгін жолым болады екен деп ойлады. Апыл-ғұпыл қол көтерді. Ақ жигули қызбен қатарласа келіп тізгін тежеді. Оң жақ қапталдағы есік ашылып, жас шамасы 35-тегі қоңқақ мұрын, қияқтай қара мұртты қара торы жігіт «Сәлеметсіз бе қарындасым, жол болсын» деді. Асығып қалаға бара жатыр едім, ала кетіңізші деді Сымбат. Ала кетейін, қанша төлейсіз? Бұл жердің такси 300 теңге. Охо, 20 шақырым жерге аздау емес пе? Аздау емес. Автобустан 3 есе жоғары баға ағасы. Мақұл отырыңыз, жолшыбай келісерміз. Жігіт талдырмаш денелі ақшаң бойлы аяқ қолы балғадай ақсары қызға «Сені қайдан көрдім» дегендей тесіле қарады. Осы сізді бір жерден көрген жоқпын ба? Түріңіз таныс сияқты. Көрсеңіз көрген шығарсыз. Тау-тауға кездеспес, адам-адамға кездесер деген. Есіміңіз кім болар екен? Сымбат. Менің атым Таймас. Жігіт қолын ұсынды. Айып етпеңіз. Жігіт қыздың қолынан сүйді. Сіздей арумен танысқаныма қуаныштымын. Тек бір айтарым, жолшыбай саяжайға соғып, қауын ала кетуге қарсылық жасамасаңыз. О не дегеніңіз, бізден рұқсат. Кеттік ендеше. Ақ жигули зулай жөнелді. Жолшыбай неше түрлі анекдот соғып жігіт желпінді. Қыз көңілденді. Таймастың әжептәуір қоңыр даусы бар екен. Әннің де тиегін ағытты. Келші бермен құдаша. Бір сөз айтсам көңіліңе ұнаса. Кет жармен деп қуама зәре жоқ. Не де болса келіп кетші оңаша. Өзіңіз әжептәуір әнші екенсіз. Көңіл көтергеніңізге рахмет деді оған. Деген сүйсінісін жасыра алмаған Сымбат. Сізге ұнаса болды да, біздер сіздей сұлулардың садағасы болып кетсек, арманымыз жоқ. Қой, олай демеңіз. Ақылыңнан сенің. Таймас бір қолмен Сымбаттың арқасынан қақты. Ризамын. Сендей жары бар жігіттер бақытты ғой шіркін. Күйеу бала кім болды екен деді. Қызға ежірейе қарап. Күйеу бала жағынан яттымыз деді. Әнтек қысыла сөйлеген Сымбат. Оқу-шоқу деп жүріп, шаңырақ көтеруге қол тимей келеді. Солай деңіз. Бірақ сізде сұлуларға жалғыз жүру жараспайды. Нешедесіз? Қыздың жасын сұрамайды деуші еді. Оқасы жоқ. Сұрап қалдыңыз, айтайын. Биыл бұйырса 30-ға толамын. Оқасы жоқ. Қонақ үйіне келгенмен тұрмай, қызның жасын сұрар деген қазақпыз ғой. Қыз дегенің қып-қызыл гүл емес пе? Қыздан жігіт бір тоят тілемес пе? Қып-қызыл гүл болғанда жігіт бұлбұл, бұлбұл қыз қызыл гүлге түнемес пе? Қалай ұнады ма? Сыпайылық сақтаған Сымбат жымия күліп, құптағандай үнсіз басын изеді де, бір көрген кісіге ерсілеу екен деді. Оның не серсі, Сымбатжан, ол өмірдің заңы ғой. Сымбат әңгімемен байқамапты. Жүйрік жигули саяжайларға жақындап қалыпты. Машина оңға бұрылды. Біздің саяжай дарияның жағасында. Қауыннан дәм татыңыз. Күн әлі күйіп тұр. Шөл деген шығарсы деді. Маржандай тістерін көрсете, 2 көз шоқтай жанып, маңғаздана сөйлеген Таймас. Сіздей сұлулардың бұл өмірде бар екеніне шүкіршілік етемін. Үйдегі жеңге де сұлу шығар. Өй, жеңгең болдырып қалған. Қойыңызшы. Әзіліңіз болар. Әзілім емес, шыным. Сіздей сұлу сүйемін десе бәрін де тастап, соның соңынан бұйдалы тайлақта еріп жүре берер едім. Оныңыз жарамайды. Бір көрген сұлудың соңынан еріп кете берсеңіз, махаббат деген үлкен сезімге опасыздық жасағандық болады. Сіз де сол бір махаббат деген ақын жазушылардың ертегісіне сенесіз бе? Әрине. Ал мен сенбеймін.
Махаббатыңыз айналып келгенде еркек пен әйелдің төсекте табысуымен тәмамдалады. Махаббаттың бар қызығы сол ма? Ағасы, қателесесіз. Сезімсіз жатып тұру хайуандық. Машина шоқ жидені жиектей жүріп келіп кілт тоқтады. Таймас есікті ашты. Ал келдік. Бос әңгіменің қажетіне түс қауын жейміз. Сымбат аң-таң. Әзілі ме шыны ма? Әлде ауыш па? Айдалада ненің қауыны? Өй ағасы, әзілдің де жөні бар шығар. Мен сізді түсінбей тұрмын. Немене сенбей тұрсың ба? Ана бұтаның арасына барып қауынды жарамыз. Өзі әбден піскен тіліңді үйреді. Өмірі есіңнен кетпейтіндей болады. Қорықпа. Қыздың бетін бірінші кім болып ашса сол ыстық демекші. Мені сен көрсең болды. Содан соң өмір бақи аңсаумен өтесің. Кел түс. Қауынымызды жейік. Аузынан арақ иісі мүңкіген жігіттің дөрекілеу сөзінен ішін тартып қалған Сымбат енді шындап қорқайын деді. Мынау алаңғасыр күні бойы қауын деп қақсап өзін келекелеп тұрғандай ма? Қалай сөйлейді. Жігітім, аспандағы еттің сасығын-ай демекші. Есек дәмең зор екен. Піскен қауын жегін келген екен. Жегізермін. Ағасы піскен қауын езуіңді жарып кетпес пе екен деді ашуланып. Қарындас, болшылды қояйықшы. Бүгін сені Құдай маған бұйыртқан шығар. Таймас ыржалаңдап қызға қарай қолын созды. Қойыңыз, жынды суды ішіп алып құтырмаңыз. Тартыңыз қолыңызды. Ашуланған Сымбат жігіттің қолын қағып жіберді. Бейбастыққа көнбеймін, ұят болады. Қой шей солай ма? Қылжақтамаңыз. Бол түс. Одан да шаруаны тездетіп бітірейік. Мәшінеге мінген ақыңды төле. Мә, мына 300 теңгені алыңыз да басты қатырмаңыз. Пақ 300 теңге, оныңды өзің алып, артығын артыңа тық. Маған сен керексің, сені бір көремін. Сосын баратын жеріңе жеткізіп тастаймын. Қой жігітім, мен арын ақшаға айырбастайтын жезөкше емеспін. Жасың 30-ға келіпті. Осы кезге дейін еркек көрмеген періштемін дейсің бе? Иә, періштемін. Онда тіпті жақсы, қазір тексереміз. Жігіт қолын соза бергенде Сымбат оның жағынан шапалақпен тартып жіберді. Ұятсыз тарт қолыңды. Сымбат дереу есікті жапқысы келген, бірақ үлгере алмады. Жүзі өрт сөндіргендей түтігіп кеткен Таймас қызды қос қолмен екі иығынан қапсыра құшақтап, сүйрей-мүйрей жерге алып ұрды. Мен саған ұрғанды көрсетейін. Ұрған олай болмайды, бұлай болады. Таймас жерге қолын тіреп, орнынан көтеріле берген қызды кіндік тұсынан тоқпақтай жұдырығымен қойып жіберді. Ой, оқыс жұдырықтан ыңқ етіп көзінің оты жарқ ете қалған Сымбат ішін басып төрт бүктеліп керелеңдеп қалды. Сол мезетте арт жағынан келген жігіт шалт қимылдап қыздың шай көйлегін басына қарай көтеріп тұрып жіберді. Бөксесі жылтыраған Сымбат тыпырлады да қалды. Бұл кезде Таймастың қолы іш киімге қарай жылжыған. Қыз бар күшін жиып аяғын артқа қарай қатты сермеп бір тепті. Қатты тепке өкпе тұсынан тиген жігіт жалқасынан түсті. Іле-шала басына түрілген көйлегін қайта киіп үлгерген Сымбат жиденің арасымен зытып ала жөнелді. Жерге бір аунап түскен Таймас та тұра сала, бәрібір менен құтыла алмайсың. Сен қаншық деп қыздың соңынан тұра жүгірді. Ышқынған қыз жиденің үсті басын жырғанына да, көйлегінің жыртылғанына да қарамастан Дарияға қарай төтелей салды. Тұла бойын ашу буып, ызаланған Таймас та қалар емес. Қызды ақыры ұзатпады. Қалың жидеге жете бере, шап беріп көйлегінен ұстап алды. Жібер оңбаған. Қыз қайырылып жігіт қос қолмен төмпештеді. Өлсем де арымды таптатпаймын. Сол кезде Сымбатты өзіне қарай оқыстан тартып қалған жігіт қыздың кіндік тұсынан күрзірдей жұдырығымен тарс еткізіп соғып жіберді. Талдырмаш дене кескен теректей сұлап түсті. Көзі қанталап, ентіге аласұрған Таймас қыздың көйлегін тұрып ішкиімін сыпырып тастап, үстіне жүрелей шөкті де ауының түймелерін асығыс ағыта бастады. Асау екенсің, мініс көрмесең көрмеген шығарсың. Қазір мінеміз деп қыздың екі аяғын ажыратамын дегенде, қайта тірілген Сымбат екі аяғын айқастыра қосып алып, оңбаған, бетсіз қара бет деп ашқына айқайлап қос қолдап жігіттің бетін тырналады. Аған шыққаның шемін. Таймас шылан көргендей орнынан атып тұрып қызды тепкінің астына алды. Шашы уда-дуда болып, ақ шаңдақта аунаған қыз төрт бүктетіліп, ыңырсып көзін тарс жұмған күйі сылқ етіп қозғалмастан қалды. Былқ-сылқ еткен қызды екпетінен аударып, оның жарқыраған домалақ бөксесінің алдына өңгере шөккен жігіт ойындағы арам ойын іске асыруға кірісті. Бейне бір алып қара құс, ақ қоянды жәукемдеп жатқандай, басы кекшеңдеп өз қызығы өзімен болып ала сүрді. Бұл кезде күні бойы төңіректі тымыскілеп тұрған алып қызыл шарда жер бетіндегі арсыздықтан ұялғандай қысылып қымтырла, үн-түнсіз, бетін басып ұясына еніп бара жатты. Сымбат есін ауруханада жиды, бірақ қанша ойласа да, қайда келіп қайда тұрған есіне түсіре алмады.
Қос жанар жаутаңдап төрт қабырғаға қарай береді. Бірақ қайда жатқанын білмейді. Ауық-ауық көзіне жалаңаштанып алып, өзіне қарай төніп келе жатқан қара мұртты адамның сұлбасы елестейді. Сондай кезде Сымбат жанын қоярға жер таппағандай дірдектеп апа деп шыңғырып жібереді де, сәлден соң бұл дүниені түгел ұмытқандай бір нүктеге қадалады да мелшиіп отырып қалады. Сымбаттың қалада атбекен болып істейтін апасы бүгін тағы келді. Өткен жол сіңілісінің ауыр халде жатқанын көріп жан дүниесі күйзеліп кеткен еді. Бүгін бас дәрігермен көзбе-көз сөйлесіп, жағдайды оны өз аузынан білуге ынтықты. Әйтпесе күні кеше ғана университетте сабақ беріп докторантураға түсуге дайындалып жүрген сіңілісінің аяқ астынан зорлықтың құрбаны болып, меңдуана жегендей меңіреу күйге түсуі жанына тыныштық бермей жүр. Бас дәрігер өзінде екен. Сәлеметсіз бе? Сіздің уақытыңыз болса оңаша сөйлесейін деп едім. Көзілдірікті бас дәрігер қарсы алдында тұрған жас келіншекті көріп абдырап қалды. О тоба, адам мұншалықты бір-біріне ұқсай береді екен-ау. Төрлетіңіз, әлгі бізде емделіп жатқан Сымбаттың апасы емессіз бе? Деді бас дәрігер. Содан аумайды екенсіз. Құдды бір судың тамшысындай. Жобаңыз дұрыс, Сымбат екеуміз егізбіз. Үлкені мен боламын. Менің атым Қымбат деді. Өте жақсы, мені Мейірбан аға десеңіз болады. Құлағым сізде қарындасым. Мен сіңілім туралы сөйлесейін деп едім. Қалай ол? Толық сауығып кете ала ма? Бұл өте қиын мәселе, оны уақыт көрсетеді. Біз қолдан келгенше емдеп жатырмыз. Алайда Астанадан білікті дәрігерлер шақыртқанды дұрыс шығар. Қыз есте сақтау қабілетін жойған, жүйке ауруына ұшыраған, жағдайы қиын. Бір арамызда ұрып соққан, оның үстіне зорлаған, бәрі де сол айуандықтың салдары болар. Бас дәрігер көзілдірігін түзеп қойды. Ішкі құрылысына көп зақым келген. Полиция қызметкерлеріне айтылды. Олар бұл іспен айналысып жатыр. Дұрыс қой, бірақ Сымбат есін жиып, әлгі зорлықшының түр-түсін айтпайынша, оны табу да мүмкін емес. Білмесем де шамалаймын. Менің шамалауымша зорлық Дарияның Бозарқаш өңірінде болған сияқты. Полицияға сол жерде егін егіп жүргендер хабарлаған. Олар халі ауыр Сымбатты бізге әкеліп салды. Одан кейінгі жағдайды өзіңіз көріп отырсыз. Сонда қанша уақыт емделу керек деп ойлайсыз? Ол уақыттың еншісіндегі шаруа. Қыз әуелі есін жиып, өзіне өзі келуі тиіс. Асықпайық, аптықпайық. Оқиға қалай болған білесіз бе? Сіңілім есін жинай ала ма? Дәрігер ойланып қалды. Шынымды айтсам, сізге пәлен уақыт емделеді деп кесіп айта алмай отырмын. Оған кешірім сұраймын, және біз қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Қымбат бас дәрігерден көңілсіз шықты. Жүрегі құрғыр, сіңілісінің жағдайы тым ауыр екенін бірден сезді. Сымбат өте әсершіледі, денсаулығы түзелгенмен ақыл ойы бағыттап отыратын басы бұрынғыдай жұмыс істеп кете ала ма? Жоқ па? Қымбаттың санасын осы бір қорқынышты ой тұсаулап тастағандай. Үмітсіз шайтан дегендей, сіңілісінің екі аяғына мініп кетуін тілеген Қымбат біресе ауруханаға, біресе жұмыс, біресе дәріханаға зыр жүгірді. Жатса да тұрса да, Құдайдан осы еңбегім қайтса екен деп, 12-де бір гүл ашылмаған тетелесім, әрі сыңарым тезірек жазылып кетсе екен деп тіледі. Әйтсе де пенденің ойлағаны бола бере ме? Ауруханада өзіне өзі келе алмай, екі көз жәудіреп, осы бір арамдығы мен аярлығы мол тазалығынан гөрі былғаныш көп мына дүниеде не болып жатқанын түсіне алмай, пұшайман болып жатқан Сымбат арада бір жет өткенде дүние салды. 30 жылға толар толмас ғұмырында айналасындағыларды періштедей тірлігімен тәнті еткен қыздың өмірден ерте кеткеніне оны білетіндер қатты қайғырды. Адамға титтей арамдығы жоқ, барынша ақ көңілде аңқылдақ жанды білетіндер күңіреніп кетті. Әркім өз лебізін білдірді. Біреулер өмір гүлінің қауызы енді ашылып келе жатқан жас ғалым еді, періште еді, перінің құрбаны болды деп егілді. Екіншілер қайран Сымбат айдындағы аққуыс беттеді-ау, жердегі қатыгездіктен шошынып, зеңгір көкке ерте ұшып кетті-ау десті. Үшіншілер ақ сұңқарымыздан айырылдық, ол мынау фәни жалғанға симай кетті-ау деп тебіренді. Төртіншілер бейкүнә қыздың арын таптаған арсызды қара жер тартсын, Құдай тағала оның зауалын берсін деп қарғады. Амал қанша, адамның тілегі болған ба? Көлінен безіп кеткен аққу оралмады. Қолдан шығып кеткен ақ сұңқар тұғырына қайтып келіп қонбады. Ол мәңгілікке кетті. Қыз Сымбатты білетін, әрі сүйетін жүректерде пендешіліктен асқақ, періштенің пәк бейнесі ғана қалды. Дамыл таппай тыпыршыған беймаза уақытта ешкімді күтпеді. Алға қарай зулап келе барды. Арсалаңдап айлар өтті. Жылап-сықтап жылда кетті. Періге жем болған кешегі періште қыздың өкінішті өліміне аяныш білдіріп, көңіренгендердің жүрегіндегі Сымбаттың сұлу елесі де көмескілене бастады.
Алғашқы айларда Бозарқашта болған жауыздық істі ашамыз, зорлықшыны табамыз деген желеумен жанталаса қимылдаған полицияның да аптығы басылып, тығырыққа тіреліп тынды. Іс кейіннен бір жолата тоқтап, шаң басқан архив қағаздарының ішінен бір-ақ шықты. Сүт пісірім уақыт өткенде ебіл-дебіл шығып, бойы дел-сал босап, жынын алдырған бақсыдай әбден болдырған Таймас қып-қызыл ала қанды көріп, мен не істегенін ойбай-ау деп шошып кетті. Алдына өңгергендей қос қолмен демеп ұстап тұрған қыздың қып-қызыл ала бөксесін жібере салып, жердегі шаң-шаң шалбарын ала-мала тұра қашты. Жаны тәтті жас бері осы бір қылмысты арқылы жазатайым қолға түссе ұзақ жылдар бойы темір тордың ар жағында жатып телміретін ойлағанда одан сайын ышқынды. Талай қыздың бітеуіт қауынын жарып, жолын ашып дәніккен Таймастың тойымсыз тұмсығы алғаш рет қара тасқа тигендей болды. Тауаны қайтып, тауы шағылып, енді арты бір уыс болып қалғандай. Қолдары қалш-қалш етіп, ақ жегулет әзер от алдырды да, іңірдегі апақ-сапақты пайдаланып, жым-жылас тайып тұрды. Жұмыста берекесі болмады. Дүниесі ағыл-тегіл келіп жатқан фирманың байлығы да онша қызықтырмайтын сияқты ма қалай? Қолмен істегенді мойнымен көтеруге жүрегі дауаламады. Жан азабына ұшырап, мұның соңы не болар екен, құтыламын ба әлде тұтыламын ба деп елегізіп, иненің ұшында жүргендей ішкен ірің, жегені желім болды. Бұрын қыз біткен еркекке төсек болу үшін жаралған деп ойлаушы еді. Сол ой іс жүзінде де солай болып шығатын. Небір беті жылтырағандар, Таймастың ақшаршы фирмасында жұмыс сұрап келгендер төсек тесер жалаңдап жата кететін. Сондай талай-талай шүйке бас пен мауқын басқан Таймас басқалар да сондай шығар деп ойлайтын. Сөйтсе қателесіпті. Бұған осы кезге дейін төсек болып жүргендер күн көрсін қамы үшін арын ақшаға айырбастаудан да қашпайтын ұрғашылар екен. Бір фирманы ашса алақанында, жұмсат жұдырығында ұстап, боқ дүниені оңды-солды шашып, байлықты белден кешіп жүрген Таймас тек ұрғашыға өмірінде бірінші рет кездесіп, төбесінен жай түскендей болды. Жанын нарының садағасы тұтатын қара көздер баршылық екен. Ал мен болсам, тыз етпе бір сәттік нәпсінің тойым үшін адалдыққа жуса кетпесе қарадақ салдым-ау деп, іштей өзін мүжді. Жан дүниесі жабырқап, жасып сіркесі су көтермей, ақ жауының астында қалған молда торғайдай бүрісіп быж-тыжы шығып жүргенде, облыс әкімі Елшібек шақырып жатыр деген хабарды естіп одан сайын зәресі ұшты. Күні ертең Елшібек, ау депутатым-ау, айдың күнін аманында қылмыс жасарлықтай басыңа не күн туды? Бар байлықты да мансапты да місе тұтпай, екі елі қима үшін арыңды да абыройыңды да сатып, бізді қара жерге қаратқаның не қылғаның? Әлде саған көшеде сатылатын не бір сылқымдар кекірігіңді аздырып, көзіңді шел бастырды ма? Айналайын, арыша түсе алмаймыз. Депутаттық мандатты тапсырып түрмеге де өз аяғымен бар десе не дейді? Тірідей өлмей ме? Таймастың тұла бойы тітіркенді. Әкімге не деп уәж айтады? Бес қабатты зәулім үйде тізесі дірілдеп зорға кірді. Кіреберістегі қызыл жағалы атақты бизнесмен депутатқа қалт тұра қалып, қолын шекесіне қойып құрмет жасап жатыр. Оның сәлемін мақұлдағаннан кейіпте Таймас басын изеді. Әкім кең кабинетте теңселіп жүр екен. Мұны көрісімен, әй осы бизнесмендердің жайбасарлығы-ай, ішіңді пыстырады. Ал бұлар әкімнің шаруасы басынан асып жатыр-ау деп әсте ойламайды. Ассалаумағалейкум, не дегеніңіз? Ойлаймыз аға, Таймас даусын көтере сөйледі. Екеуі ат шаптырым кабинеттің орта шеніне түйісіп қол алысты. Осы сен не істеп жүрсің? Түсінбеймін деді. Орнына жайғасып жатқан әкім бұған сынай қарағандай. Таймастың жұдырықтай жүрегі зырқ ете қалды. Өлген жерім осы шығар. Таймас төмен қарады. Сен төмен қарама, базардың салығын шамалы көтереміз. Мен сенің несие ақшаңды шешіп қайттым. Соны айтып сүйінші сұрағалы отырмын. Оныңызға үлкен рахмет. Сүйіншіміз дайын деді басына өрген бұлттың сейілгенін сезіп көңілденген Таймас. Қанша бересіздер? Қанша? 45 миллион. Бұл теңгеге шаққанда Таймас төс қалтасынан калькуляторын шығарды. Оныңды салып қой. Мен де экономистпін, бәрін есептегенмін деді әкім. Бізге еркін экономикалық аймақ деген ат беріліп айдар тағылған соң, үкімет біраз ақша бөліп отыр. Өсім қайтарымы қанша? Жеңілдетілген бар жоғы 10%. Тамаша деп ойлады Таймас. Калькулятор шылдатты. 45 миллион 75 теңгелік курспен есептегенде 600 мың доллар, маған қалатыны 320 мың доллар. Аға, 45 миллион теңге аздық қылады, жақсылық қылсаңыз бүтін қылыңыз деді. Оны ойланайық. Ол ақшаны қайда сіңіресің? Сіңірем наға, қаладағы ет зауыты, сүт зауыты, құс фабрикасы, одан қалды күріш зауытын сатып алып іске қоспаймын ба? Бұл ақша еселеніп қайтпай ма? Сізді де бізді де асырамай ма дегенде
Әкім елжірей қарады. Басқа бизнесмендер не істейді, топырақ жеме? Мен тыңдаңыз шаға. Таймас сыбырлай сөйледі. Қолыңыздан келіп тұрғанда көмектесіңіз. Менің фирмада 90 миллион теңге бөліңіз. Өзіңіздің үлесіңіз 30%. Қалған жұмысқа 100% өзім жауап беремін. Әкім іштей ойланып қалды. Іштей ол да есепке берілді. 90 миллион теңгең көк қағазбен 1 миллион 200 мың. Оның 30% болады. 360 мың. Елп ете қалмау керек. Таймас, онда менің үлесім 400 мың көк қағаз болады. Саған 20% өсіммен бергіземін. Осыған келіссең ал, келіспесең өзің біл. Келісемін аға, деді орнынан атып тұрған Таймас. Сонда да маған 700 мыңның үстінде қалады екен, тәуекел. Екеуі қол алысты. Таймас ертеңіне Астанаға суыт ұшып кетіп, сол жақта бой тасалап 1 апта болып қайтты. Содан елге келісімен несие алу шаруаларын реттестіріп, беретін беріп, алатынын алып, көңілін бір демдеді. Бір күні үй ішінен жергілікті теледидар хабарын көріп отырған. Бір кезде экранда еске алу деген сөз жазылып, баяғы өз зорлайтын Сымбаттың суреті жарқ ете қалды. Таймастың жүрегі тоқтап қалғандай, отырған орында кірпік қақпастан сілейді де қалды. Көз алды тұманданды. Көзін сүртіп жіберіп қайта қарады. Сол қыздың өзі үлбіреп тұр. Ажары айдай болып күлімсіреп қарап тұр. Таймас, қаншер тыңда. Мен бұл дүниеден кеттім. Жалған дүниенің барлық азабын саған тастап кеттім. Естимісің? Жауыз Таймас, деп сылқ-сылқ күліп, мұны құды бір мазақ қылып тұрғандай. Оның үстіне жүргізушінің мұңлы даусы жүрегіне қанжар сұққылап жатқандай. Бейкүнә Сымбатымыздың обалына қалып, мойнына қан жүктеген қандықол жауыз Құдайдың қарғысына ұшырап, екі дүниеде оңбасын деп тебіренді. Тіл ауыз байланған Таймастың аяқ қолын мұздап сала берді. Көз алдында Сымбаттың бейнесі. Таймас басын қос қолдап ұстап орнынан тәлтіректей тұрды. Мойнына қан жүктеген қандықол жауыз Құдайдың қарғысына ұшырап, екі дүниеде де оңбасын. Теңселді, көз қарауытты, бетін басып, екпекте жатып қалды. Арада тағы 1 жылдай уақыт өтті. Өзінің қанатының астына алып қамқоршы болып жүрген әкім Елшібек Астанаға министр болып кетті. Шамасы баяғы доллар қызметін өсірді деп ойлады. Таймас, өмір өзгеріп жатты. Доллар теңгені жалмап қойды. Бұрын 75 теңгеге бағаланатын доллар шарықтай өсіп құны 140 теңгеге дейін көтерілді. Таймастың шақшадай басы шарадай болды. Баяғы несиеге алған 90 миллион теңгені банк доллардың құны өсті деп 2 есеге жуық көтеріп жіберді. Одан қалай құтылу керек? Басы қатты. Сол екі ортада парламент сайлауы келді. Балапан басына тұрымтай тұсына кеткендей ала шапқын басталды. Ала шапқаннан Таймас та қалмады. Парламент мәжілісіне өзі ұсынып депутаттыққа кандидат болып тіркелді. Таймастың кандидаттыққа түсуін күтіп тұрғандай кандидатқа түсушілер көбейді. Бір округтен 10 адам сайлау алдындағы арғы тартыс көкпарының жалына жармаса кетті. Таймас саспады. Бәлем, тұра тұрыңдар, ақшаны судай шашып дауысты сатып алсам да өтем деп өзеуреді. Содан ақшаны оң-солды шашты келіп, қанша шашса да алғашқы турда шаң қауып қалды. Есептеп көрсе 3% дауыс алыпты. 25 мың доллар ақшаны босқа шашыпты. Сайлау өткен күні жүйкесі жұқарып ұйықтай алмайды. Таңға жақын көзі ілініп кеткен екен. Түсіне баяғы Сымбатты көрді. Сымбат Таймастың ішін жарып, операция жасап жатыр екен. Әуелі сенің жүрегіңді алмастырамын, содан соң миыңды алмастырамын дейді. Бұл сорлы жалынып жылап жатыр. Жылап жатып оянып кетті. О тоба, зауал деген осы шығар. Кешегі сайлауда ақшаны оң-солды шашып елге күлкі болғаным да соның қарғысынан шығар деп тұла бойы тіксінді. Сол күннен бастап ұмытылды ма деген Сымбаттың бейнесі көз алдынан кетпей қойды. Оның үстіне баяғы несие бөлген банк те қыса бастады. Қолда бар барлық қозғалмайтын мүліктерін хаттап мөр басты. Таймастың шаруасының қыры қашып, өзі азып тозып берекесі кетті. Оның үстіне қайда барса да қорқыттың көрінде болып Сымбат қыздың бейнесі көз алдынан кетпей қойды. Дүниеден түңеле бастады. Соңғы кездер соңынан сұмажал қуып жүргендей өлетін шығармын деп қорыққан Таймас ішкілікке бой ұра бастады. Бір күні Мерседеске мініп басы мәңгіріп келе жатқанда жол шетінде тұрған тірі Сымбатты көріп шошып кетті. Баяғы түсім тегін емес, бұл қыз о дүниеден жүрегім мен миымды алмастырғалы келген шығар деп зәресі зар түбіне кетті. Жын ба, шайтан ба, әлде елес пе, басы жетпеді. Содан көзін уқалап жіберіп жол шетінде тұрған қызға қайта көз салды. Баяғы Сымбат менің жанымды алу үшін келген екен деп газды басып қалғанда зу ете алған машина қарсы келген КамАЗдың астына кіріп кетті. Аялдамада автобус күтіп тұрғандар шу ете қалды. Ойбай, өлді-ау, ана байқұс өлді-ау. Анталаған жұрт айра-жайра болып жатқан КамАЗ бен Мерседестің жанында үймелеп қалды. Көше бітеліп көліктер қаңтырылды. Көпшіліктің солай қарай еңсерілгенін көріп әуестік жеңген адвокат қымбатта жақындап барған. Мыж-мыж болған Мерседестен бет аузын қан жуып кеткен біреуді 2-3 адам зорға дегенде суырып алды.
Скорый шақырыңдар, скорый! Біреудің жарықшақтанып шыққан даусы жиналып тұрғандардың денелерін тітіркендірді. Бет-аузын қан жуып дірдек қаққан жігітті әлгілер көтеріп әкеліп жолдың шетіне жатқызды. Осы жерде жол апатына ұшыраған бейшараның кім екенін білгісі келген Қымбат жігітке жақын барды. Көзін зорға ашып, Таймас қарсы алдында тұрған Сымбатты көріп, кешіріңіз деп ықылық атып көзін жұма берді. Ден соң ышқына скорый да келді. Қолына шағын чабадан ұстаған ақ халатты жігіт жол шетіне жатқан Мерседестің жүргізушісінің екі көзін айналдыра көріп шықты. Одан тамырын ұстады, басын шайқап, «Поздно, он ушел в тот мир» деп орнынан тұрды. «Жалко, какой молодой!» «Ой, жалко!» деді Қымбаттың қасында тұрған егде әйел. 2 жылдан бері өзінің сыңарынан айрылған аққудай сезініп жүрген Сымбаттың жүзін ащы жас жуып кетті. Бір жағынан жігітті аяды, екінші жағынан менің сыңарымды өлтірген жауыздың да Құдай зауалын берсе кәнеки деп кіжінді. Өмірді қорлауға бола ма? Болмайды. Ал менің Сымбатымды адам атын жамылған айуан өлтірді. Қымбат Алла тағаланың сіңілісінің арын аяққа басқан арамзаны алдына келіп кешірім сұратып жанын жаһанамға жібергенін сезбеген еді. Қымбат машина іздеді. Үйіне жету керек. Бүгін Сымбатты еске алатын күндері. Тағдыры аянышты сыңарының бақилық болғанына 2 жыл толатын күн еді. Қымбат әлгі жігіттің өлерінде қиналып жатып, не үшін кешірім сұрағанын түсінбеді. Мүмкін ол байғұс бұл дүниеде күпірліктер үшін кешірім сұрады екен деп ойлады. Таймас өлер алдында Қымбаттан емес, баяғы өзі азар берген Сымбаттан кешірім сұрап еді. Бірақ бәрі де кеш болатын. Сымбат о дүниелік болғанына тура 2 жыл, дәл айтқанда 730 күн толған еді. Әңгіменің соңы.